Бүгін кім жайлы айтамыз? Бүгін кімнің ойыны жайлы сөз қозғаймыз? Бүгін кім бізді таң қалдырды? Джейден Санчо. Расымен де Санчоға бүгін үлкен көңіл бөлетініміз анық. Себебі ойынын көрсең, PSG-ға жанкүйерлік етіп жатқаныңды ұмытып кетесің. Әрине, PSG жанкүйері болсаң. Ал жалпы ойынға келсек, PSG жақсы шабуылдар жасап көргенімен де Дортмундқа қарсы нәтиже шығара алмады. Мбаппеде соққылар болғанымен есепті өзгертуге үлесін қосқан жоқ. Өткен Барсамен ойында да бірінші кездесуде жолы болмай, қарымта ойында бар күшін көрсеткен. Бәлкім енді Парижде өзін Реал Мадрид не үшін қайда сатып алмақшы екенін көрсетер. Сіздермен бірге желі аяқтанас және оның жүргізушісі мен Беклан. Видеома лайк басып, арнама тіркеле кетіңіздер. Себебі ол мен үшін өте маңызды. Екі клубтың құрамасын көрейік. Бәрі баяғыша. Матч басталды. 11 минуттан Дембеленің соққысын көрдік. Мұндай соққыларды әлі алда талай көреміз. 2 минут өткен соң Санчоның Брандтқа берген пасы өтпей қалса да, тырысып жүріп алып дегеніне жетті. Доп Брандта. Ары қарай Сабичер допты қабылдап, соққысы нәтижелі болмай қалды. 36 минутта Никлас Фюлькрук Нико Шлоттербектің барлығынан асырып берген пасын мүлт жібермей дұрыс пайдаланды. Доннаруманың оң жағына тиіп матч есебін ашты. Гол тамаша кіріп отыр. Ал Шлоттербектің шабуылшыны көріп қойып пас бергені одан да таң қалдыра түсті. Бірақ дәл осы сәтте бір өкінішті жағдай. Никлас Фюлькрукқа қарсыластық тудыртам деген Люка Эрнандес өте ауыр жарақат алды. Қазақшасы нақты қалай аталатын білмеймін, бірақ орысшасында передняя крестообразная связка, яғни жобамен айтқанда тізесінің сіңірлері жыртылып кетіпті деп хабарлайды дәрігерлер. Футболшы үшін бұл ең ауыр жарақаттардың бірі. Сонда Эрнандес енді жазда болатын Еуропа чемпионатына қатыспайды. Тіпті маусым басына дейін жазылса жақсы жаңалық болайын деп тұр. Қазір отадан кейін жағдай жақсы дейді. 44 минутта сол қаптал жақтан Адейми ортаға пас асырады. Бірінші добы Забичерге тиеді. Ол Фюлькрукке өткізеді. Фюлькрук бірнеше рет әуеде теуіп қайтадан Забичерге береді. Жойқын соққы болғанымен дәл ортаға. Доннарума тіпті арнайы тосқан да жоқ. 51 минутта Мбаппе ақыры есепті теңестіргісі келді. Болмады. Соққысы қақпаның бағанасына тиді. Артынша қарбалыстан кейін бағын Хакими де сынап көрді. 12-де дәл сол қақпаның бағанасына тиіп, Дортмунд жанкүйерлерін бір дірілетіп алды. Әттең-ай, не деген екі сұмдық сәт. 56 минуттағы мына пас ше. Маркиньос болып емес, бір Пирлоға айналып кеткендей Руиздің басына бүкіл қарсылас командадағы ойыншылардың асырып береді. Соққысы қисық. Осы сәттен кейін 4 минут өткен соң Санчо оң қапталмен сызып келіп, ортада тұрған Фюлькрукке шығарады. Шабуылшы негізі осы жерде жай аяғын қоя салса да, қақпашы үлгермейтін. Себебі ол Санчо жақта тұрған. Бірақ Фюлькруктың соққысы тым биік. Ойынның аяғына қарай Дембеледе екі тамаша сәт туды. Екеуінде де гол салатын 100% болмаса да, 100-ге жақындау сәтті. Бірақ ол екеуінде өзіне қарата алмады. Бүгін бұл жігіттің еш жолы болмас. Барселонаға қарсы барлық айласы іске асса, Дортмундқа қарсы аяғы жүрмей жатыр. Сонда Дортмундқа қарағанда Барселонадан ашумен кеткені ме? Сонда бүгін гол салса өткендегідей тойламас па еді? Матч бітуіне санаулы секунд қалған кезде де PSG есепті теңестіріп жіберетін мүмкіндік алды. Руиз бұл жолда аяды. Матч бітті. Статистика бойынша екі командада жобаласып ойнады. Біреуінің анық айқындығы байқалмады. Енді сөзіміз Джейден Санчоға келді. Манчестер Юнайтедке бұл ойыншы сол Боруссия Дортмундта сұмдық ойнаған үшін ауысты. Бірақ ол жаққа барып еш жолы бола қоймады. Ойын жағынан аздай болсын төмендегені рас шығар, алайда айтарлықтай емес. Ең бас мәселе сол бапкермен дұрыс болмай қалуында. Жағдай тіпті Санчоны жастар құрамасымен жаттықсын дегенге дейін жетті. Сонымен Санчо Дортмундқа қайтадан жалға берілді. Көріп тұрғандарыңыздай ол қайтадан шабыттанып, өзінің не үшін сондай үлкен суммаға сатылғанын тағы да дәлелдеп жатыр. Манчестерлік бапкері Тен Хаг де осы ойынынан кейін осы сөздерді айтып отыр. PSG-мен болған ойында ағылшындық ойыншы 17 рет алдағы ұмтылып, іс-қимылын 12 рет сәтті аяқтапты. Соңғы 8 жыл ішінде жартылай финалдық матчтар арасында мұндай жетістікпен ешкім мақтана алмайды. Ал сол 8 жылға дейін мұндай жетістікпен мақтана алатын тек Месси ғана. Ол Барселона сапында Манчестер Юнайтедке қарсы ойында 16 рет алдапты. Санчо қанша жерде мықты ойын көрсеткенімен ойынның үздік ойыншысы ретінде Матс Хуммельс таңдалыпты.
матчты көрген адамдар бұл шешіммен келіседі деп ойлаймын. Алайда Санчо да алса, матч емес мұңайып қалмайтыны анық. Жалпы матч сәттері толы болғанымен гол біреу ғана соғылды. Қарымта ойында голдар көп соғылады деп сенеміз. Ал ойынның ең ұнамаған жері, бәлкім ойынның емес ойын сыртындағы жайт деп айтсақ болатын шығар, кейбір жанкүйерлердің ысқырық шалып жатқандары. Төреші ысқырт деп көңілім ауып кетіп жатты. Қай клубтың жанкүйерлері екен білмеймін. Не болса да жағымсыз қылық екен. Сіздермен бірге желаяқтар насып, арнама тіркеле кетіңіздер. Мен үшін ол шынымен де өте маңызды. Аман болыңыздар.